Үйдегі жардың жүргеніне көп жігіттің көзі де өзді үйреніп кеткені бір анық қой. Үйлі замандасқан қатайын. Бойдақтарым толық қалмас мұным әзірге, бірақ сен де бір құлақ асып қой. Келешек заманда нәубетін келіп еске аларсың. Қасыңда жатқан жарыңа бір бақ қойшы қазір. Күнделікті тірліктен тынығып, жанары жабық күйі сәкін демалып жатқан болар. Бәлки, жаныңда өзің секілді экранға телміре, белгісіз бір көріністерде мән тапқан күйі өзімен өзі ауық жымиып жатқан болар. Мүмкін, кешкі астан қалған астан-кестеңді реттеген соң, ертеңгі сенің жұмысқа кетін шүберектеріңді тегістеп болып, енді ғана жатарға дайындалып жүрген болар. Қандай күйде болса да, бір сәт мына дүниенің барлығын көзің мен санаңның айнасынан ысырып таста да, тек қана жарыңа көз сал досым. Қалай екен? Өзгеріпті ме? Сенің шаңырағыңа түскен кезде қандай еді? Рең аздап шаршау тартқан сияқты ма? Көздерінде саған бұрын білінбеген әлде бір тұңғиық пайда болған сияқты ма? Иә, баяғыдай емес, біраз өзгерген. Жаңа, кешкі ас ішіп отырғанда бірдеңе айтып еді. Не айтқан есіңде ме өзі? Қай кезден бастап оны толғандырған ойлар мен мазалаған мәселелер мәннің салмағы азая түскенін пайымдап көрші бір. Қашаннан бері сол бір жарыңның сенің жаныңда жүруі үйреншікті болып кетіп еді. Бейне бір тағдыр саған қарызданып қалып, ақысына осы әйелді бере салған секілді сезім қай сәттен бастап келді саған. Сенің оған үнемі өзгермес сияқты болып көрінген жұмсақ лебіздерің қашаннан бастап қатая бастаған есіңде ме? Неге сен оған болмаш нәрселерге ренжитін болдың? Қай кезден бастап оның кей уақыттағы көңілсіздігі сенде ыңғайсыз сезім тудыратын болды? Һәм неліктен сен өзіңнің жарыңа деген көңіл толмай қала беретін кездеріңді үнемі әділетті деп ойлайсың? Оның алғаш үйіңнің табалдырығын аттаған сәт есіңде ме? Қандай сүйкімді еді, жаңа келген жеріне абайлай зейін салып, алдына келген кеткеннің қайсы бірінің аты мен жүзін жаттай алмай, аздап абдыраған күйін өзін білдірмеуге тырысса да, қастарының жоғары төмен еріксіз әлсін қозғалысын көрсетіп қоятын есің алшы. Сонша бейтаныстың арасынан анда-санда бір көзге ілінген сені көрген сайын жымия түсетін тәтті сәтше. Сол кезде көздерің түйісіп қалардай болса, бір мезетке екеуіңді жымиып, содан соң келіншегің бөтендер ойынан ыңғайсызданып, жүзін алқаша басқа бір нәрсемен айналысып жатқандай болған кезін айтам. Қандай еді, Енді бір ойлап қараш. Сол қыз сенің үйіңде не қылып жүресіз? Осы бір жарыңды таңдау болмады ма? Болды әрине. Басқа құрбылар секілді оқуын бітіре, еркін жұмыс жасап, қалағанынша қатырып, іс орнында мансап өсіп, қалаған еліне барып, қалаған нәрсесін алып жүретін еркі болды емес пе? Тапқан табысын жұрт секілді өз ұясына жұмсап, жүрген ортасында армансыз жарқырай, мейлі кіші кәсіпте жүрсе де, бұл күндегі күйбең тірлігінің бір бөлігі де жүк болмастай өмір сүретін таңдау болды ғой. Бірақ сол бір балғын жүзі һәм мінсіз тәнімен сенің өмір жолыңа серік болып қосылды. Өз болмысындағы бардың бәрін саған берді. Өзінің бар тәттілігін саған берді. Өзінің бүкіл жастық шағы мен өмірінің ең әсем кезеңін сен үшін құрбан етті. Саған сыйлады. Сыйлап жүр. Сонша мың сан мүмкіндіктерінен бас тартып, тағдырын саған аманаттады. Сенімен ғана емес, сенің абыройың үшін бүткіл әулетіңдегі сан түрлі мінезі бар кісінің бәрінің де көңілінен шығуға тырысады. Кейде үдесінен шыға алмай қалатын да болар. Бірақ әйтеуір сен үшін тырысады. Сенмен керісіп қалар ол да, адам ғой. Кейде керіс озылып кетеді. Өзде бастайтыны бар шығар. Бірақ бәрібір сенің қасыңда жүр емес пе? Сенің игілігің үшін, бәлки өзімен рухы да, деңгейі де бөлек сенің қаншама достарың һәм әріптестеріңмен де көңіл сұрасып күлімдеп қояды. Сенің ісің оңалып кетуін тілеп, кейде өзі түсінбесе де ізденіп ақыл қосуға тырысады. Сенің беліңнен белес асқан балаларыңды дүниеге әкелді. Сенің беліңе ештеңе қылған жоқ. Тұп-тұнық болған жарыңның бел терісі пышақ кескендей тарам-тарам боп жыртылды. Сенің бұл күндегі асыңды даярлаймын деп, дақ түспеген әппақ білектерін күйік шалды. Сенің мерейің тасып келгенде қыз күніне оралмайтын жылдар аздап түсірген қабағын көтере, іштей шын ықыласымен қуанып жүрді.
Қыз кезіндегі сымбаты қайтпайтыны анық болса да, әтір қопасымен сенің сезімің қайтып қалмас үшін сылана береді. Сенің қаншама рет қайталап айтып қойғаныңды ендігі жерде өзіңді ұмытып қалған мез әңгімелеріңді жаңадан естігендей тыңдайды да, көңілің үшін таңырқай да береді. Сондай сенің жарың. Сол әйел қазір сенің жаныңда жатыр. Енді тағы бір қарасаңшы қасыңдағы жарыңа. Сондай жан қияр сенің аяулы жарың өзіңнен басқа кімде бар? Жай ғана қасына жақында да маңдайынан иіскеп бір сүйіп алшы. Сүйде, оның мынау өмірде, сенің өміріңде бар болған үшін шын жүрегіңнен бір алғыс айтшы бауырым. Сондай жарды жолықтырған тағдырыңа да. Осының бәрін ой елегінен өткіздік екен, ойландық екен, сол бір қыздың осынша жасаған құрбандығының биік мәніне лайық тұралық. Асылық қылудан алыс болыңдар жігіттер.